Сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Бүгін мен продуктыға барып келдім. Осы продукттың бәрін мен долларменен $690 алдым. Теңгемен есептегенде 333 мың теңге болады. Бұл негізінде менің Америкадағы, если мен азаннан кешке шейін жасайтын болсам, 2 күндік табысым, болмаса таңертең обедкені ғана жасайтын болсам, бұл менің 3 күндік табысыма алынып тұрған жалпы азық-түлік. Енді сіздерге соны жаймен асықпай бітіп көрсетіп шығайын. Жалпы не алдым, не қойдым. Содан кейін сіздер арқылы өздеріңіз бағасын беріп кетерсіздер деп ойлаймын. Мені неге тамақты жерге жайып қойған деп тоже андай қылмаңыздар, сөкпеңіздер. Себебі продукты өте көп болғаннан кейін ол неге симат столға, дастархан үстіне. Содан кейін мен оны осылай қойып қойдым. Қазір енді көрсетіп шығам. Енді мен осындай ет алдым, сүйекпен, бұны мен қайнатпа сорпаға жасаймын, потому что Америкада в основном еттер чисто мякоть болып сатылады, бұл жақта етті в основном сүйексіз сатады. Себебі біздің қазақтар сияқты қайнатпа тамақ істеп, 10 сағат бойы бірдеңе қайнатып жасап жатпайды. Балық қуыратын алдым, сиырдың төс етін алдым осылай, куриный грудка, мынаның бәрі мен котлет жасаймын, крылышки алдым, осындай балық алдым. Чисто тағы мынандай мякоть алдым күнделікті тамаққа. Сәбіз, помидор, органик помидор, 2 пакет пияз, негізі картошка 2 пакет алдым, мінекей. Қызыл картошка, мороженое, мынандай 2 шелек бар ішінде, мынадан 18 штук мороженое болады. Жұмыртқа, 2 латық жұмыртқа, осылай спаржа алдым, мынандай алдым, виноград алдым, киви, опять балық, который тостерға біз жейміз, тостермен завтракқа. Голубки алдым, авокадо 6 штук, сырный творожник, мынаның ішінде 6 пачка болады. Не дейтін, қозы құйрық, соленый огурцы, 2 айран, осы порошок жеке, қанша литр айтайын ба? 5 литр. Күріш 11 кило, 8 литр сүт, 5 литр май, макарошка. Сосын мынау қыздар білет, қыздарға келет дүние, 76 штук бар ішінде. Боржоми, йогурт ішінде 24 штук болады, әртүрлі түрінен. Активе йогурт, осындай, 24 штук. Банан, потом рамен алдым, осындай 1 пачка рамен. Кабачок 2 түрлі. Сельдерей, питьевой йогурт. Мынау томаттың орнына алам. Ішінде 8 штук болады. 8 баночка болады. Помидор, чисто помидор, қабығы алынған, туралған помидор. Мен оны тамаққа пайдаланам. Груша, чеснок, осындай ашылған. Креветки бүгін дайындаймыз. Креветки. Не дейтін аны? Чимчима, короче, салат, манго, клубника, огурец, цветная капуста, брокколи, да? Перец болгарский, круассан осындай американский, манго. И мынау жақсы нәрсе, ішінде лимон, мед, лайм туралған готовый осылай алдым. 2 үлкен чипси алдым, балалар осыны жақсы жейді. Так, пістім. Тағы да. Еще ұн алдым, тоже 11 килограмм ұн. Міне, осының бәрі болды, бағасы теңгеменен есептегенде где-то 333 мың теңге, ал долларменен $690 алып келдім. Бұл бізге біразға жетеді продукта. Мынадан мен фарш жасаймын, чисто грудинкадан, сиырдың грудкасынан. Анау етті күнделікті тамаққа пайдаланамын. Мынау балықты қуырамын, мынау балықты духовкаға саламын. И куриный грудкадан тоже фарш жасаймын. Осылай достар, енді баға беріңіздер өздеріңіз ары қарай.